840 жылы ұйғыр қағанаты құлады. Осы ұйғыр қағанаты құлағаннан кейін наймандар мен керейттер мемлекетінің қалыптасу процесі басталды. Өйткені мемлекеттің құрылуы ұзаққа созылатын тарихи процесс. Мемлекет бір жылда немесе бір күнде құрылуы өте қиын. Енді назар аударайық. Наймандар және керейттер кезінде қидандар құрған Ляо империясының басты бір қарсыластарына айналды. Яғни олардың арасында билік үшін күрес болды. Осылайша жалпы 11 ғасырда наймандар мен керейттер сол кезеңде Ляо дейтін империяның құрамына кіріп кетті. Ляо империясын қидандар құрған, яғни Қарақытайлар мемлекеті былайша айтқанда сол Ляо империясын құрған болатын. Енді осы 1125 жылдан бастап Ляо империясымен қайтадан соғысады, оның құрамынан шығуға наймандар мен керейттер тырысады. Осылайша 1125 жылы Ляо империясы жалпы құлағаннан кейін наймандар мен керейттер өз алдына дербес тәуелсіз мемлекетке айналады екен. Наймандар мемлекетінде жалпы мемлекеттік билікті нығайту, орталық билікті нығайту мақсатында христиан дінінің несториандық бағытын ұстанған болатын. Өйткені осы дін арқылы дінді пайдаланды, халықты жалпы біріктіру құралы ретінде. Келесі, жалпы наймандар мемлекеті 8 ғасырдың ортасында Ертіс өзенінде жалпы қалыптасты. Ертіс және Архон өзендерінің маңында. Найман мемлекеті сонымен қатар Қазақстанның жалпы шығыстың, одан бөлек Монғолияның батысындағы территорияларды өздеріне иеленді. Жалпы найман деген сөздің өзінің мағынасы 8, яғни құрамында 8 тайпа болған. Кейінірек наймандарда қала мәдениеті, егіншілік, жалпы көрші мемлекеттермен қарым-қатынас жалпы жақсарды. Соның нәтижесінде жаңадан мемлекет қалыптастырды, бір орталыққа бағынатын мемлекетті бұл кісілер құрған болатын. Енді наймандар мемлекеті туралы тағы да бір ақпаратқа тоқталып өтейік. 12 ғасырдың соңы мен 13 ғасырдың басында өкінішке орай найман мемлекетінің өзі екке ыдырап кетеді, екке бөлініп кетеді. Өйткені өз ішінде билікке деген талас тартыстарда болды. Енді 1201 жылы наймандар жалпы өздері құрылтай өткізеді. Өйткені олар монғолдарға және оның одақтастарына қарсы шығамыз деп құрылтай өткізеді. Бірақ осы жерде бір прикол ретінде айтуға да болады. Бұл кісілер ұйықтап қалды ма, түсініксіз. Ең соңында бұл кісілер план құрды, бірақ та монғолдардан жеңіліп қалады ең соңында. Мысалы 1204 жылы монғолдар осы наймандарды толықтай 100% тас-талқан етіп жеңеді екен. Осылайша наймандардың ең соңғы билеушісі Күшлік хан ол Жетісу жеріне, Қазақстанның оңтүстік шығысына қашып кетеді. Шыңғысханнан қашады бұл кісі, өйткені оны өлтіріп тастайды ғой. Осылай болады екен. Өйткені адамдар қорқады ғой, біреу өлтіремін сені десе, жақсы, мені өлтіре бер деп қарап тұрмайды ғой. Күшлік хан жан керек болды бұл кісіге. Сол себептен бұл кісі қазақ территориясына қашып келді. Енді найман мемлекетінің жалпы территориясы жаңа ғана мен айтып өттім. Монғолияның батысы және Қазақстанның шығысы. Гүлдену кезеңі, яғни даму кезеңі 12 ғасырдың екінші жартысы, яғни 1150-ден 1200 жылдарға дейінгі аралық. Тайпалар саны 8. Енді астанасы Архон өзенінің бойындағы именно Балықты қаласы, Архон өзенінің бойында орналасқан. Ал енді наймандардың көршісі, батыста көршілері Ертісті мекендеген Қыпшақтар екен. Келесі, солтүстіктегі көршілері Енисейдегі қырғыздар. Қазіргі қырғыздар емес, Енисей қырғыздар деп аталады бұл кісілер. Келесісі ол шығысында керейттер. Дәл осы тайпалармен найман мемлекеті жалпы көрші болған екен.